Жұдырықтай бидай дәнегі. Ертеде бір диқан егін егіп жүріп, жұдырықтай дән тауып алады. Бұрын соңды мұндай үлкен дән көрмеген диқан оны патшаға алып барады. Патша да жұдырықтай дәнді көріп, таң қалады. Ненің дәні екенін ешкім білмей дал болады. Патша елге жарлық шашып, бұл ненің дәні екенін тапқан адамға ат басындай алтын беремін дейді. Патшаның уәзірі осы елде көпті көрген, көп естіген бір қария бар, содан сұрайық дейді. Патша уәзірі екеуі атына мініп, қарияның үйіне барады. Қария 70-ке таяп қалған екен. Патша: «Ақсақал, біз мынандай үлкен бір дән таптық, бірақ оның ненің дәні екенін, мұның қайдан келгенін білмей отырмыз. Көп жасаған қариясыз. Осының жауабын бір білсе сіз білер деп келіп тұрмыз» дейді. Шал дәнді олай бір бұлай бір айналып көріп, бұл дәнді мен өмірімде кездестірмедім. Мынау қырдың астында әкем тұрады, сол кісіден сұраңдар, мүмкін сол біліп қалар дейді. Патша нөкерлерін ертіп, шалдың әкесіне барады. Келсе, қарияның әкем дегені елуді еңсерген кісіге ұқсайды екен. Өңін бермепті. Патша оған жұдырықтай дәнді көрсетеді. Ол дәнді әрі-бері қарап көріп, бұл дәнді бұрын соңды көрмеппін. Ненің дәні екенін білмедім. Мынау сайда менің әкем бар. Соған апарып көрсетіңіз. Бір білсе әкем білер дейді. Патша сайды жайлаған ауылға келіп түседі. Алдынан жасы 30-ға жақындаған жігіт ағасы шығып, атының шылбырын ұстайды. Патша одан іздеген адамын сұрайды. Жігіт: «Іздегеніңіз мен едім. Қырды жайлаған менің балам, ал ана бірінші кездескен адам немерем. Жігіт болып көрінсем де жасым 130-да» дейді. Патша оған жұдырықтай дәнді көрсетеді. Жігіт оны көрген бойда көзіне жас оралып: «Ех, жарықтық бар екенсің ғой. Мен сені тұқымың бір жола құрып кетті ме деп едім» дейді дәнді алып. Патша мен уәзір түк түсінбейді. Сәлден соң жігіт: «Бала кезімде бидайдың дәні осындай жұдырықтай болатын. Құдай біздің пейілімізге жердегі жемісті үлкен етіп беретін. Ол замандағы адамның да көңілі кең еді. Ақша, базар, өсімқорлық дегенді білмедік. Адамдар бір-бірін алдамайтын, өтірік айтпайтын, үлкен де кіші де берген уәдесіне берік болатын. Ел кедей бай болып бөлінбейтін, кішіге зәбір көрсетпейтін. Жігіттері бірінің атын бірі қамшылап, мен болмасам да сен бол дейтін. Қыздары ердің бетіне тура қарамайтын, ибалы, инабатты еді. Қарттардың кеудесі толған қазына болатын. Сөзі майдай жағатын, тыңдасаң мейірің қанатын. Кейін адамдар әдептен ардан аттаған соң, Құдай пейілдерін алып, олардың несібесін де қысқартты ғой. Мынау сол заманда жеген бидайымыздың дәнегі дейді. Патша мен уәзірі оның әңгімесін таң қалып, тамсанып тыңдайды. Содан соң патша: «Мен бір нәрсеге таңмын. Сіз алғашқы барған қария сіздің немереңіз екен. Түрі 70-тегі қарттай. Екінші барған адам балаңыз. Түріне қарасақ 50-ді еңсерген азаматқа ұқсайды. Ал өзіңіз жап-жас 30-дағы жігіт дейсіз. Мұның сыры неде?» деп сұрайды.
Жігіт мырс етіп күліп, ерді жасартатын да, жақсартатын да жары. Жарың жақсы болса, көңілің жайдары. Жас көрінесің, алғаның жаман болса, немерем сияқты тез қартаясың. Менің жұбайым жайлы адам, өзіме адал, бетіме тура келген емес, ерте тұрады, кеш жатады. Ал баламның алған әйелі де жақсы жердің қызы, бірақ келінімнің бір жаман қасиеті бар еді. Түске дейін ұйықтайды, соның кесірінен ұлым тез қартайды. Ал немеремнің алғаны тіптен нашар болып шықты. Күнде күйеуінің бетінен алып салғыласып отырады. Жоқты жасырып, барды асырмайды. Елдің көзінше күйеуінің айыбын ашып бетіне басады. Соның кесір мінезінен немерем мезгілінен бұрын қартайды депті. Патша көп нәрсеге қанығып, ғибрат алып, еліне жүріп кетеді. Өтпес пышақ, шабан ат, жаман әйел ер жігітті қартайтар деген мақал осыдан қалыпты деседі.